Сәлеметсіздер ме оқушылар? Музыка сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір шаңырақ астында. Сабақтың оқу мақсаты тыңдалған музыкалық туындыларды талдау, музыкалық мәнерін, түрін, стилін, жанры және құралдарын анықтау. Қазақ халқының, әлемнің басқа халықтарының музыкалық салт-дәстүр ерекшеліктерін анықтау. Олай болса, келесі бейнероликке назар аударыңыздар. Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен құрылған мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган. Бұл ассамблея еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйымдастыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтауға, ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келеді. Қазір республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекеттік ұлттық саясатты жақсартуға және іске асыруға ықпал ететін мекеме. Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және рухани, мәдени ортақтығы негізінде қазақстандық азаматтық бірегейлікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру, Қазақстан Республикасында этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Ассамблея француз тілінде жиналыс дегенді білдіреді. Белгілі бір мәселелерді шешу немесе талқылауға арналған жиналыс. Этнос әлеуметтік тұтастық пен өзіндік қалыптасқан қарым-қатынасы бар қауым. Олай болса, балалар, Қазақстан Халқы Ассамблеясы туралы қысқаша мәліметті оқулықтың 92 бетінен оқи аласыздар. Оқулығымыздың 92-93 беттегі шаңырақ әнін бірге шырқайық. Мекендеп мәңгі бақпасын, ұрпағың есте сақтасын. Шаңырақ биік көтеріп, қорған елім отбасын. Бабамның ақтап сенімін, көркеп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Бабамның ақтап сенімін, көркеп өссін көңілің, шаңырағы шалқи берсінші, мәңгілік қазақ елінің. Мейманға беріп төріңді, тыңдадың сал мен серіңді, босаған биік болсын деп, ақ бата бізге берілді.
сабағымыз соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.